сезімдерді прожить ету бұл азаннан кешке дейін жылап, жатып, өзіңді аяп, бүкіл тәттілердің бәрін, вредный тамақтардың бәрін жеп, семіру туралы емес. Дәл солай. Мен психологпын, 4 жылдан бері опытым бар, клиентпен жұмыс жасап жатқан. Видеоға лайк бас, подписка жаса, және де жіберу керек адамға жібер. Мен саған қазір бұл нәрсені түсіндіріп беремін. Давайте разбираться етейік. Сезімдерді прожить ету көп адамға ол қорқынышты нәрсе, өйткені бірақ түсінуіміз керек, бұл ешқандай да драматизация жасау емес. Оның басы бар, аяғы бар, кәдімгідей цикл деп айтсам болады. Бірінші сізде какой-то сезім пайда болады. Екінші сол сезімге байланысты сізде потребность пайда болады. Ол потребностьті орындау үшін сізде энергия пайда болады. Ол энергияны жасауға іс-әрекет жасау керек болады. И потом барып сізде новый опыт, новый паттерн, новый установка пайда болған кезде сізде процесс толық өтеді. Допустим, сізде какой-то бір сезім пайда болады. Ол ашу болуы мүмкін, мұң болуы мүмкін, жаңағыдай, білмеймін, какой-то, И сіздің ішіңізде ол бірінші жаңағыда байқалғысы келеді, шыққысы келеді жаңағыда бірінші процессімізде. Егер адам сол кезде мен бұны сезінгім келмейді, мен үшін ол невыносимо, больно, шыдамаймын деген кезде, мысалы, білмеймін да, мүмкін жаңағыда өзінде брошенный сезінген болуы мүмкін деген сияқты. Ол өз-өзімен контактты үзіп тастайды. Энергия біткен. Ода уже процесс давно басталып кеткен да ол адамда, бірақ ол адам сол кезде, екінші кезекте потребность пайда болған кезде ол өзімен контактты үзіп тастайды. Энергия іште қалып қояды. Жаңағыдай сол нәрсені прожить ету, новый опытты қалыптастыру, психикада бөлінген энергия іште қалып қояды. Ол нәрсе нәтижесінде бізде через пассивность арқылы по-любому шығады. Ол қалай шығады? Мысалы, тревога, стресс, психосоматика, аурулар, напряжение, ашушаңдық, яркость, эмоционалды яркостьтар, болмаса бессонница пайда болады, тревога хронически пайда болады, невроз болады, сенің настроениең өте көп ауысады, энергиясыз өте көп, жалқаулық, откладывание істердің бәрі өте көп болады. Просто понимаете, біздің өзіміз контакт үзіп тастаған кезде сізде қаншама мәселе пайда болады. И мен сізге түсіндірейін, мысалы, подавленный жаңағыдай ашу сезімі, допустим, пайда болатын болса, соны сіз бұл потребностьті орындамай, өзіңізбен контакт үзіп тастайтын болсаңыз, оны подавить еткеніңізбен, басқаныңызбен ол ешқандай жоғалып кетпейді. Ол просто сіз өз-өзіңіздің сезімдеріңізді замораживать етесіз. Яғни, ой, невыносимо деген кезіңізде. Ең самый қызығы, біз мысалы ашуды, мұң сезімі болсын, боль сезімі болсын, жаңағыдай замораживать еткен кезімізде біз бақыт, қуаныш деген сезімдерді біз сезіне алмаймыз, рахат алу деген сезімдерді біз сезіне алмаймыз, өйткені сізде тотальный түрде бәрі қатқан. Неге олай? Өйткені жалпы айтатын болсақ, проживание бұл әлсіздік емесше, біз көбінесе басталып кеткен процестің уже іштегі болып жатқан процесске көп сопротивляться етеміз. Бұл знаете, допустим, далада қазір қар жауып жатыр, қыс, бірақ сіз жоқ, мен жаздық шортымен шыққым келеді деген сияқты да. Бұл нәрсе сіз қалайсыз ба, қаламайсыз ба, уже қыс келді, далада қар, мұз жолдың бәрі, сіз шлепкамен шыққыңыз келетіні, шортымен шыққыңыз келетіні, бұл бәрібір сізге бәрібір әсерін беріп жатыр. Сіз ол сезімді мен игнорить етсем, мән бермесем, замораживать етсем, бәрі күшті болып кетеді, ұмытылып кетеді деген нәрсе болмайды. Жұмыс арқылы жапсам деген нәрсе ол болмайды. Покупкалар арқылы жапсам деген нәрсе ол болмайды, понимаете? Өйткені біздің көбіміздің қатты қорқатын нәрсеміз бар, ол кез келген сезімді прожить ету, бұл әлсіздік деген. Но на самом деле это не так, бұл иллюзия. Проживание, ол сезімді сіз байқаған кезіңізде, оның денеңізде өзіңізге орын берген кезіңізде, ойлау, бұл не үшін бұл да сезім пайда болды деген түсінген кезіңізде, цикл просто толық аяқталынады. Сізге ол новый опыт, паттерн пайда болады. Егер сіз бұл нәрсе жасамаған кезіңізде, тіпті өміріңізде өте көптеген проблемалар, одно и то же типтегі отношениялар қайталана беретін болады. Өйткені сізде мына жақтағы энергия по-любому какой-то степени шығу керек, цикл аяқталыну керек. Мен айтқым келетін нәрсе, исцеление бұл всегда на позитиве болу емес. Исцеление ол зрелость, сіздің зрелостіңіз, ол сіздің өзіңіздің сезімдеріңізді выдержать ете алуыңызда. Өйткені сіз өзіңіздің әлсіздігіңізді, уязвим екеніңізді, какой-то бір нюанстарыңыз бар, не
эффективный, не интересный болатын тұстарыңызды да көтере алғанда, оны қабылдалған кезде сізде процесс аяқталынады. Нағыз зрелость сол кезде басталынады. Процесс одан әрі интересный бола бастайды. Сезімдеріңіз сол кезде сіз үшін бір болотаға батыртқан сияқты ауыр нәрсе болмайды. Ол сізге кәдімгідей өте көп драйв, энергия береді. Түсіну керек бұл нәрсені. И басты нәрсені айта кетейін, вот поверьте мне, сіз өзіңіздің сезімдеріңізбен контакта болғанда, прожить ете бастаған кезіңізде сізге азаннан кешке дейін жатып жылағыңыз, жаңағыдай қайғырғыңыз келмейді. Сізде ондай нәрсе болмайды, потребность те болмайды ондай нәрсеге дейін. Өйткені ол сіздің айтып жатқан нәрсеңіз, ол иллюзия. Өйткені біз бәріміз ойлаймыз, если біз терапияға барсақ, жаңа мен жатып қалам, ішінде мына болдың бәрі шықса үйтіп қалады, жаңа орнымнан тұра алмай қалам, невыносимо болып қояды. Мүмкін, бірақ бұл искажение, бұл нәрсе ол проживаниеға байланысты емес, ол кезде ол мүлде басқа процесстер болуы мүмкін. Жалпы вот осылай, ал пошагово қалай біз оған өзіміз денемізде орын беретініміз жайлы мен келесі постта арнайы пост етіп салатын боламын. Сосын подписка жаса.